Ассалаумағалейкум, менің көрермендерім. Сендермен бірге Адик Электрик бүгінгі новый жаңа видеом шығып жатыр. Менің парақшама қош келдіңіздер. Видеоларыма лайк басып, парақшама тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Себебі менің парақшамда электрика тақырыбы бойынша түрлі қызықты әрі пайдалы видеолар шығады. Кезекті жаңа видеомда тамашалаңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз кернеудің түсуі. Кернеудің түсуі дегеніміз не? Кернеудің түсуі бұл кабель немесе әуе желісі арқылы бір генератордан болмаса тарату пунктінен, распределительный пункттан тұтынушыға барам дегенше жолда белгілі бір себептерден ол тұтынушыға жетем дегенше кернеу түсіп кетеді. Бұл құбылысты кернеудің түсуі дейді. Өйтіп кернеудің кернеудің тарату пунктісінен тұтынушыға жетем дегенше жолдан оның азайып кетуі кернеудің белгілі бір факторлар әсер етеді болады. Мысалға әуе желісі деп алсақ, мысалы сол әуе желісінің кабельдің әуе желісіне бір белгілі бір кабель болады, алюминий, АЭС деп алайық та. АЭС. Сол АЭС-тің өзінің кедергісі болады. АЭС кабельдің өзінің кедергісі, сеченесі болады. Сол сеченесіне байланысты оның кедергісі болады. Оның кедергісі болғанда удельный кедергісі, активный удельный кедергісі және индуктивный удельный кедергісі болады да. Ол кедергілерді неден электротехнический справочниктерден қарауға болады. Осы электротехнический справочниктерде жазылады. Олардың удельный кедергілері сопротивлениені. Және келесі бір факторлардың бірі бұл жаңағы тарату пунктісінен жаңағы тұтынушыға дейін барам дегенде оның ара қашықтығы. Мысалы 100 километр, 150 километр, мүмкін 10 километр әртүрлі. Сол чем осы ара қашықтық көп болса, тем жаңағы біздің кабеліміздегі кедергіміз де көп болады. Кедергіміз көп болған соң ол кедергі біздің кернеуіміздің түсуіне септігін тигізеді. Оның кедергінің материалы және де осы тұтынушының бізде маңызды нәрседен бірі жүктемесі, күші, нагрузкасы ғой, жүктемесі. Нагрузкамыз қандай болса, көп болса, жүктемеміз көп болса, біздің амперіміз, ток күшіміз де көп болады. Амперіміз көп болған соң және біздің кедергімізді, жаңағы кернеуімізді түсіретін болады. Осы факторлар әсер етеді. Көбінесе бұндай расчеттарды проектный отделдарда проектировщиктер жасайды. Бұндай расчеттарды. Сол проектный отделға жаңағыдай белгілі бір біздің өзіміздің нелерімізді беріледі, данныйлар беріледі. Мысалы, біз тұтынушы болсақ, біз проектный отделға жаңа береміз, мысалы. Бізге кернеудің түсуін есептеп бер дейміз. Біз белгілі бір жерде тұрамыз. Жаңағы неден кернеуіміздің шығатын жерінен, тарату пунктісінен болмаса, біз тұтынушымыз ғанда бізге тұтынушыға жетем дегенше, мысалы 100 километр деп атамыз, 100 километр кернеуіміз осындай, біздің жүктемеміз осындай кабель пайдаланайын деп жатырық, осындай кернеу пайдаланамыз, жаңағындай 110 болмаса 6 киловольт деген сияқты, или жаңағы 110 киловольт астамсыға жетем дегенше. И есептеп бер дейміз. Сонда олар есептеп береді. Көбінесе әртүрлі формулалар бар, бірақ енді ең бір танымал формулалардың бірі мына енді видеоның бетіне шығарып қойғандай осындай формула пайдаланады. Бұл формулада қарасаңыз дельта U деп басталып тұрғанда, бұл жерде корень из 3 көрсетіліп тұр. Корень из 3 енді ол жаңағы
кернеуіміз біздің үш фазалы болған соң бұл жерде көбейтілген тогымыз бар. Тогымыз жаңағы біз қанша біз жүктемемізді көрсетуіміз керек тог арқылы. Біздің ара қашықтығымыз метр, километр арқылы көрсетеміз ара қашықтығымызды. Және бұл жерде жақшаның ішінде біздің жаңағы пайдаланып жатқан AES линиямыздың белгілі бір какой-то AES қандай екен білмеймін, AES 120 мүмкін или одан да көп. Сол AES-іміздің жаңағы удельный кедергісі бар, удельное сопротивление, активное удельное сопротивление, индуктивное удельное сопротивление, солар көрсетіледі. Және олар жаңағындай формулаларымызда көрсетіп тұрғандай косинус фиімізге, синус фиімізге көбейтіледі. Косинус филарымыз біздің өзіміз тұтынушы болған соң біз көрсетуіміз керек. Біздегі косинус фиіміз қандай болмаса, олар проектировщиктер базисный ретінде пайдаланады. Базисный косинус филер пайдаланады. Базисный косинус филерді сол арқылы синус фиіміз де шығады. Косинус фи бізде белгілі болса, синус фидің өзінің табу формулалары бар. Мысалы, синус фи тең болады 1 азайту косинус квадратында, осы түбір астында жатады. Солай шығады. И бізде белгілі бір осы формула салған кезде, бір данылар салғаннан кейін белгілі бір напряжение шығады. Кернеуіміз шығады. Осы кернеу түсетін кернеуіміз. Осы кернеуіміз біздің процентный соотношениеде керек. Процентный соотношениеге де оны шығару үшін формулаларда бар. Жаңағы шығып тұрған кернеуімізді базисный кернеуге бөле саламыз және 100-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде процентный соотношениеміз шығады. Сол процентный соотношениеміз 5%-дан 5%-дан асып кетпеу керек қой. Түсуі, кернеудің түсуі 5%. Бұл норма ғой, норматив бойынша, требование бойынша. Және де бұл кернеудің түсуіне, бұл кернеудің түсуін азайтуға да болады. Егер де біздер тұтынушы ретінде біздер конденсаторный батареялар орнатсақ, сондай установкалар де бар. УКРМ дейтін, сол УКРМ дейтін установкаде, соның ішінде конденсаторный батареялар болады. Осы конденсаторный батарея арқылы біздер реактивканы гасить етіп, реактивный мощностьті гасить етіп, біз сол арқылы косинус фиімізді көтереміз. Яғни біздің КПД-мізді көтеріледі, косинус фиімізді көтерсек. Сол арқылы біз бұл кернеудің түсуінде септігін азайтамыз. Бұл туралы болашақта да видеоларды түсіреміз. Бұл туралы тақырыбымызда болады видео түсірілетін. Осындай бұл жерде қысқадан нұсқа көрсетіліп кетіп жатқан, айтып кетіп жатқанымыз қандай факторлар әсер етеді, оларды есептеу үшін қандай формулалар алынады, және де қандай нормативтер болады деген сияқты қысқадан нұсқа айтып кетіп жатқан жайымызға. Каналыма тіркеліңіздер, парақшама тіркеліңіздер, лайк басың видеоға, және де видеомен бөлісуді сұраймын. Комментарияға кіріп, комментарияда да жазуыңызды сұраймын. Талқылауға болады әңгімелерді. Алдыда түрлі электрика жайында жақсы видеолар шығаруға тырысамыз. Рахмет сендерге. Лайк басып кетуіңізді сұраймын. Сендермен бірге айта келемін.